Мына үйге, көлікке қараңыздаршы. Бұл Қызылорда облысындағы Жалағаш ауданы әкімінің үйі мен көлігі. 35 мың адам бар ауыл үшін бұл әжептәуір деңгей. Асылбек Өмірбекұлы әкім болмай тұрып облыстық жұмылдыру дайындығы басқармасының басшысы болған. Қаладағы жағдайға үйреніп қалған ғой. Қызықты дерек. Ауданның экс-әкімі Қайратбек Сәрсенбаев дәл осы жұмылдыру дайындығы басқармасы лауазымына барып жайғасқан. Екі мемлекеттік қызметкердің орнын ауыстыру не үшін керек болды? Қосылғыштардың орны өзгерсе де, әкімді түсінуге болады. Мысалы, бұл Жалағаш аудандағы Аққыр ауылы. Әрине, мұндай көшелермен тек жол талғамайтын көліктер ғана жүре алады. Асылбек Шаменов мұндай үйде біраз тұратын секілді. 150 шаршы метр баспанаға жөндеу жүргізілген. Ауылда ешкімде мұндай жағдай жасалмады.